Hello there. Сәлем. Аптада 7 күн бар екенін білесіздер. Енді сол 7 күнді рет-ретімен ағылшынша айтып үйренейік. Бірінші күн дүйсенбі. Monday. Monday. Міне оның транскрипциясы Monday. Екінші күн сейсенбі. Tuesday. 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 Үшінші күн сәрсенбі. Wednesday. Wednesday. Сонда бізде д жазылғанмен ол мүлдем айтылмайды. Сондықтан Wednesday деп айтасыздар. Келесі бейсенбі күні Thursday. Thursday. Осы жерде айта кететін тағы бір мәселе бар. Ол ф дыбысы сөздің басындағы. Ол қазақ тілінде немесе орыс тілінде өкінішке орай жоқ дыбыс. Сондықтан бізге оны айту өте қиын болуы мүмкін. Сондықтан суретке мұқият қарасаңыздар, тіл таңлайға көтеріліп, үстіңгі түстің артқы жағына тіреліп тұр. Деп, егер сол тілдің жағдайында біз с дыбысын, кәдімгі біз езуді былай ашып с дейтін дыбысты айтатын болсақ, сол тілдің орнында деген бізде дыбыс шығады. Немесе одан да бір жеңіл түрі, екі тістің ортасына тілді шығарып, дәл жаңағы с дыбысын айтатын болсақ, осы дыбыс шығады. Ағылшын тілінде бұл дыбыс кеңінен таралған, және th екі әріптің қосындысы осы екі дыбысты білдіру мүмкін. Дегенмен, бүгінгі біздің сөзде бейсенбі күнінде тек қана дыбысы ғана шығады. Және бұл дыбыс төмендегі дыбыстан гөрі көбірек кездеседі. Thursday. Thursday. Көбірек жаттығыңыздар. Енді американдық айтылуы, мен мысалға келтірген британдық айтылудан кішкене ғана айырмашылығы бар. Олар р-ны, егер р-ның алдында дауысты әріп тұрса, айтады. Британдықтар айтпайды. Сондықтан Thursday, Thursday деп айтатын болады американ. Осындай ғана кішкене айырмашылық. Келесі жұма күні, 5-ші күн. Friday, Friday. Міне оның транскрипциясы Friday. Келесі сенбі күні, 6-ші күн. Көп адамға осы күн естерінде қалмай қалады, немесе жексенбі күнмен шатастыранмай, немесе ұзағырақ болған соң қиындау ма, білмеймін. Неліктен, бірақ көп адам осы күнді айтуға қиналады. Saturday, Saturday. Демек, аналогия жасайтын болса, кейбір кезде аналогиямен жаттау пайдалы. Сәтті күн дегендей жаттап алсаңыздар болады. Saturday, Saturday. Ал американдықтар, егер т әріпінің екі жағында дауыс әріптері тұратын болса, оны д немесе р дыбысына ұқсатып жібереді. Saturday, Saturday. Және р-ны айтатын болады. Saturday, Saturday. Осындай ғана кішкентай айырмашылық. Келесі соңғы күн, 7-ші күн, жексенбі. Sunday, Sunday. Бұл өте қарапайым. Sunday. Енді қосымша ақпарат осы күндерге байланысты. Бірінші сөз day. Сіздер байқадыңыздар, барлық апта күндердің соңында day деген сөз бар. Дегенмен ода екпін болмады. Жаңа мысалы mon, sun, tues деген сөздерде буындарда екпін болды, day'да екпін болмады. Бірақ өз жеке келген кезде әрине ол day толығымен айтылады. Ол бізде тәулік деген сөз. Бір күн. Day. Ол басқа да сөздерде кездесуі мүмкін. Мысалы today. Бұл жерде енді day'да екпін бар. Бұны қаттырақ айтамыз. Today. Ол бүгін деген сөз. Today is Wednesday. Бүгін сәрсенбі. Ол тағы кеше деген сөзде де бар. Yesterday. Yesterday. Кейбір адамдар yesterday деп айтуы мүмкін, немесе американдықтар yesterday деп те айтуы мүмкін. Бірақ бүгін біз әрине
әрқашан британдық акцентті қарайтын боламыз. Ол британдық акценттің ішінде еске салайын. Ол заманауи RP акценті. Yesterday was Tuesday. Я? Келесі сөзде day жоқ, дегенмен ол келесі сөз ертең. Я? Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow is Thursday. Мысалы, ертең бейсенбі. Американдықтар кішкене басқаша айтады, оны ағып айтады. Tomorrow. Tomorrow. Я, tomorrow. Енді сіздер кеше, бүгін, ертең деген сөздермен апта күндерін бірге айтсаңыздар болады. Ол to be етістігін қойып байқасаңыздар. Yesterday was Tuesday. Today is Wednesday. Tomorrow is Thursday. Я? Сонда, өткен шақта біз was қып ауыстыруымыз керек. Соған мұқият болыңыздар. Ал ертеңді біз келер шаққа ауыстырмай қойсақ болады. Өйткені ол календар. Я? Календар болған соң оны is деп те айтуға болады. Сондай бір қиындық бар. Дегенмен сіздер тез үйреніп кете аласыздар оған. Келесі, барлық 7 күнді қоссақ, осы айтылған ол апта. Я? Week. Week. Демек, one week. Бір апта. Екі и дыбысына айналып кетеді. Созылыңқы и. Week. Я? Осы week сөзі не байланысты тағы да екі сөз бар. Weekdays and weekend. Я? Weekdays ол бізде келесі күндер. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Демек, weekdays ол жұмыс күндері. Я? Дүйсенбіден жұмаға дейінгі күндер, жұмыс күндерін біз weekdays дейміз. Ал қалған екі күн ол демалыс күндері. Weekend. Немесе аптаның соңы деп өзінің аты айтып тұр. Я? Енді біз мысал келтірейік мынандай. Дүйсенбіде мен спортзалға барамын. Я? Әр дүйсенбі сайын демек. Әр дүйсенбі сайын менің күнтізбемде спортзалға бару бар. I go to the gym on Mondays. Осы сөйлемнен біз келесі 3 қағиданы шығарамыз. Бірінші қағида, апта күндері әрдайым бас әріппен жазылады. Сөйлемнің соңында болсын, ортасында болсын, басында болсын, бас әріппен жазылады. On Mondays, on Fridays, көріп тұрсыздар, я? Екінші қағида, апта күндерімен on сөзін қолданамыз. Бізде қазақ тілінде preposition деген нәрсе жоқ. Орыстарда мысалы предлог дейді оны. Ол белгілі бір сөздердің алдында қойылатын кішкентай қысқа сөз. Я? Сол сөзбен бірге болады. Бізде ол жалғауға айналып кетеді. Мысалы, дүйсенбіде, я? Жұмада, бейсенбіде деп әр күнді айтқан кезде on Monday, on Friday. Я, бізде жалғауға айланып кетсе, ағылшын тілінде басында бөлек бір сөз болып тұр. Я? On деген. Демек, апта күндерін айтқан кезде, нау күні деген кезде on-ды қолданамыз. Және соңғы 3-ші қағида, күнделікті қайталанатын, күнделікті емес, әр апта сайын, өйткені бұл апта күндері аптасына бір-ақ рет келеді. Қайталанатын әрекеттер, немесе ол сіздің әдетіңізде бар, алдындағы мысалдағыдай. Әр апта сайын мен машықтануға барамыз алға, сол кезде сіз оны көпше түрде айттыңыз. Әр дүйсенбіде, дүйсенбілерде. Орысша айтатын болсақ, по понедельникам. Онда ол көпше түрде айтылады. Демек, әр дүйсенбі күні мен машықтануға барам. Әр жұма күні не істейсіздер? Үйге демаласыздар, мысалы. Немесе жұма намазға барам деп айтқыңыз келсе, солай айтыңыз. Енді келесі мысалды қарайық. Мен әдетте демалыс күндері серуендеуге барамын. I usually go hiking at weekends. Демек, аптаның соңына әр суббота воскресенье, әр сенбі жексенбі күндері сіз мысалы бір іс-қимылын істейтін болсаңыз, онда демалыс күндерін сіз көпше түрде айта аласыз. Weekends. Бірақ оның алдындағы предлог at. Дегенмен айта кететін нәрсе, ол американдық ағылшын тілінде ол on болып қала береді.
on weekends. Сондықтан біз көбінесе at weekends-ті қолданатын боламыз, бірақ егер сіз on деп қойсаңыз, абайсызда, онда сіз қателеспейсіз бәрібір. Тағы бір келесі мысал, жай қызық болсын деген сөйлем. See you деген сөз тіркесі бар. Ол кездескенше, сол күні көріскенше деген сөз. See you on Tuesday. Сейсенбі күні кездескенше. Сейсенбі күні сені көремін дегендей, Немесе see you деуге де болады жауап ретінде. See you on Tuesday. Біреу айтады сізге, сіз оған see you дейсіз. Демек, давай дегенде, көріскенше. Ал енді сабақтың соңында мен бірнеше қызықты фактілер айтайын дедім қысқаша. Бірақ басында мен мынандай ой келген. Осы апта күндерінің атаулары қайдан шықты? Неге Monday, неге Tuesday? Неге дүйсенбіден бастаймыз? Ал тарихта негізі сенбі күннен бастаған баяғыда. Не үшін біз сенбі, жексенбі күні демаламыз? Сол сияқты сұрақтарға жауап келтіргім келген еді, бірақ көптеген адамға ол мүмкін қызық емес болады деп ойладым. Сондықтан мен келесі 3 қысқаша қызық фактілерді келтіргім келді. Бірінші, Адамс жанұясы, Адамс отбасысы деген осындай кітап дейсіздер ме, телехикаялар дейсіз ба, әлде мультфильмдар, фильмдар өте көп түсірілген. Соның ішіндегі соңғы кезде өте танымал болып жатқан кейіпкері Wednesday атты кейіпкер. Оны анасы сәрсенбі күніне сай келсін деп атын айтқан жоқ. Негізі wow деген сөзден келген. Ол қасірет деген сөз. Сондықтан бұл сериалды білсеңіздер, өте готикалық, өте қараңғы тақырыптарда, немесе кейіпкерлер сондай өте готикалық. Сондықтан оларда қасіреттің өзі жақсы нәрсе дегендей. Онда солай атаған атын. Келесі кейіпкеріміз ол әлемге әйгілі Робинзон Крузо. Және оның атақты досы Friday, немесе жұма. Не үшін Робинзон Крузо оған Friday деген ат берді? Ол басқа да аралдық аборигендерден өмірін аман сақтап қалды осы жұма күні. Сондықтан оған Friday деді. Өйткені оның басқа қалай атарын білмеген шығар. Кітапты оқысаңыздар. Келесі соңғы біздің кейіпкеріміз деп айтқым келмей тұр, өйткені бұл шын адам. Әлемге әйгілі канадалық әнші Weekend, немесе The Weekend, мектеп кезінде, жоғарғы мектеп кезінде оқудан осы демалыс күндері босатылған еді. Дегенмен ол оқуға ешқашан қайттан оралмады, сондықтан ол демалысы өмір бойы жалғасып кетті дегендей мағынада өзін The Weekend деп атады. Бірақ Канадада ондай топ бар екен, сондықтан ол Weekend сөзіндегі есін алып тастады. Солайша әлемге әйгілі болып музыкант әнші. Сіздерге сабақ ұнады деген үміттемін. Егер ұсыныстарыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийға жазып кетіңіздер. Көп рахмет.